Бүгін біз сіздермен биохимиялық қан анализін талдап көрсететін боламыз. Ең бірінші ол көрсеткіш бізде глюкоза деп айтылады. Глюкоза 3-3, 5-5-ге дейін нормада. Өте маңызды көрсеткіштердің бірі қан тебені анықтауда көмектеседі. Егер де аш қарынға тапсырған кезде 7-ден жоғары болса, қайтадан тапсырып көріңіз, может сізде стресс немесе поздний ужин болатын болса, ол көтеріліп кетуі мүмкін, дұрыс тапсырмаған жағдайда. Ал егер тағы да 7-ден жоғары болып, және де 2 сағаттан кейін тапсырған кезде 11-1-ден жоғары болып, және гликированный гемоглобин тапсырған кезде 6-5-ден жоғарылайтын болса, қан диабеті деген диагноз қойылады. Немесе өз бетінше шөлдеу, жиі зәр шығару, арықтау сияқты симптомдар, немесе бір жараны ұзақ уақыт жазылмаулары байқалатын болса, міндетті түрде глюкозаға мән беріп анализ тапсыру керек. Общий билирубин. Бұлар сарғаю кезде, бауыр көрсеткіштерінде, өт ауруларында көмектеседі анықтауға. 3-4-тен 17-1-ге дейін, немесе кейде 20-ға дейін көрсетіледі, 5-тен 20-ға дейін деп. Яғни анализдің қай жерде тапсырған референстеріне байланысты. Сол жерде көрсетілген нормасына, яғни прямой билирубин, не прямой билирубин деген көрсеткіштер бар бізде. Одан кейін алат асатқа мән береміз. Бауыр көрсеткішті аурулары кезінде, және де кейде астыны аспартат трансфераназа, оны бізде жүрек ауруларында да қолданылады. Қарау кезінде миокард инфаркт болатын болса, жүрек жеткіліксіздері кезде де міндетті түрде осы аспартат амин трансферазаны қарау керек. Кей деректерде 40-қа дейін деп көрсетіледі. Оны тоже анализдің көрсеткіштеріне байланысты, қай жерде қаншаға норма деп қабылдауына. Аланин амин трансфераза 6, яғни тоже бүйрек ауруларында, вирустық гепатит ауруларында өте қатты мән беретін көрсеткіштер. Бұл жоғарылап кетсе, аста 6, бұл сетолиз синдромын көрсетеді. Келесі гамма-глутамин трансфераза тоже бүйрек ауруларында, бауыр ауруларында тапсырылады. Фосфатаза, мысалы холестаз синдромы, немесе қандай да бір холестектемия жасауға көрсеткіштер болса, осы анализдердің барлығын тапсыру керек. Өт аурулары, бауыр аурулары маңызды көрсеткіштер. Келесі ол холестерин, өте қандағы 3-2-ден 5-6-ға дейін. Бұл жоғарылайтын болса, жүрек ауруларында тамырлардың бітелуіне, яғни атеросклерозға, яғни тромб пайда болуына, және де келешекте инфаркт, инсультқа дейін алып келуі мүмкін. Сол үшін холестериннің деңгейін өте бақылау кардиологияда да өте маңызды рөл атқарады. Оның ішінде бізде тығыздығы жоғары, тығыздығы төмен деген сияқты холестериндер бар. Именно липопротеин низкой плотности, бұл бізде 1-7, 3-5-ге дейін көрсетілгенмен, кардиологияда 1-4-ге дейін деп айтылады. Одан жоғары болса, холестерин және ЛПН жоғары болған жағдайда пациенттерге статин тағайындалады. Яғни алдағы уақытта инфаркт болмас үшін. Бұл тығыздығы жоғары, тығыздығы төмен липопротеидтер нашар, жаман холестерин деп айтылады. Яғни ол тромб түзуге, және қан тамырларда майлардың, яғни былайша айтқанда холестериндердің тұрып қалуына жағдай жасайтын нашар майлар. Ал жоғары деген ол жақсы майлар, тығыздығы жоғарылар, бұндай инфаркт аурулары кезінде олардың деңгейі төмендеп кетеді. Олар наоборот атеросклероз түзуге қарсы болатын болса, мыналар соған бейім болып келеді. Келесі ол триглицериды, тоже 1-7-ге дейін, кейде 1-8-ге дейін деп айтылады. Бұлардың да деңгейін қадағалап отыру керек. Әсіресе жүрек аурулары бар, немесе операциядан кейінгі пациенттер міндетті түрде стенд қойған болса, холестерин, ЛПНП, триглицерид деңгейлері бақыланып отырады. Келесі ол жалпы белок деңгейі 60-тан 85-ге дейін, 83-ге дейін деп те айтыла береді. Бұл тоже маңызды көрсеткіш. Жалпы ағзада белок болмаса, мышцалардың әлсіздіктері, және де одан бөлек анемияның да себептері болады. Сол үшін анемиямыз емдегенде тек қана гемоглобинді ғана емес, одан бөлек белоктың да деңгейін қарауымыз керек. Белок жетіспесе де анемияның, өйткені транспорттық қызмет өте маңызды болып саналады белоктарда. Альбумин тоже бауыр ауруларында, цирроз кезінде, астит кезінде осы альбуминнің деңгейін қадағалау керек. 32-ден 52-ге дейін төмендеп кетсе, тоже бұл пациенттің жағдайы ауырлығын көрсетеді. Келесі ол калий, натрий, хлор. Калий 3-3-те 5-5-ге дейін, натрий 135-145, кальций 2-25, 3-ге дейін. Хлор, магний, барлық электролиттер
өте маңызды. Әсіресе сусыздану кезінде және де реанимация кезінде біз калий және де бүйрек ауруларында калийдің натрийдің деңгейлерін қадағалап отырамыз. Жүрек ауруларында өйткені препараттардың кері әсерлері болады, калийді шығарып тастайтын. Сол үшін калий тоже төмендеп кетсе, жүрек ауруларына одан бөлек пациенттің қимыл қозғалысын төмендеуіне неврологиялық жағынан да алып келеді. Өте маңызды. Жүрек қызметі үшін де, жалпы ағза үшін өте маңызды электролиттер болып саналады. Келесі бұл креатинин. Бүйрек аурулары кезінде біз бақылаймыз. Ерлерде, әйелдерде көрсеткіштері көрсетілген 62-ден 115-ге, 53-тен 97-ге дейін. Бұл креатинин, мочевина айтып кете салайын, 2,8-ден 7-ге, 2-ге дейін, кейде 8-ден 3-ге дейін деп көрсетілген кейбір деректерде. Мочевина, креатинин бүйрек аурулары кезінде өте маңызды көрсеткіштер болып саналады. Яғни СКФ деңгейін, шумақшаның қызметін анықтау кезінде жалпы бүйрек жеткіліксіздігі болса, бұлардың деңгейі өзгеріп отырады. Өте маңызды. Келесі бұл зәр қышқылы немесе мочевая кислота деп айтылады. Ер адамдарда 200-нан 420-ға дейін, әйел адамдарда 150-ден 350-ге дейін. Бұлар егерде жоғарылап келетін болса, бұл ағзада подагра ауруының бар екенін, яғни ревматологиялық аурудың бар екенін растайды. Егерде тізе буындарыңыз, башпайларыңыз, аяқтарыңыздағы бірінші саусақ бар ғой, башпай ма, сол үлкен бас бармақтың жанында сүйектер қызарып ауырсынулар болса, немесе сіз аспазда жұмыс жасайтын болсаңыз, ет өнімдері, пива өнімдерін көп қолданатын болсаңыз, қандай да бір шағымдар болса, буын ауруларына, рентгенологиялық өзгерістер болса, мочевая кислотада тоже өзгерістер болса, подагра ауруы қойылады. Сол үшін бұған қарсы аллопуринол сияқты, кальхицин сияқты препараттар қолданылады. Бұл мочевая кислотаның тоже деңгейін қарау маңызды. Жүрек аурулары кезінде егер диуретик тағайындалатын болса, бұл мочевая кислотаны бақылау керек, себебі бұндай подагра ауруы кезінде диуретиктерді тағайындауға болмайды. Келесі СРБ, среактивті белок деп айтылады. 0,5-ге дейін бұл қабыну аурулары кезінде мән береді. Бұл жоғарылайтын болса, ағзада воспаление бар екендігін көрсетеді. Тоже ревматологияда біз СРБ-ны өте көп аламыз, және де жалпы қабыну ауруларына күдік кезінде бақылайтын боламыз. Келесі әрине бұл железі, сары судағы ер адамдарда 11-ден 30-ға дейін, әйел адамдарда 8-ден 30-ға дейін. Бұл жаңа айтқандай темірдің қоры деп айтылады. Бұл егер деңгей төмендеп кететін болса, анемия бар екендігін растайды. Яғни темір жетіспеушілік анемия кезінде төмендеп кетеді. Жалпы осы қысқаша биохимиялық анализ. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне қалдырып кетсеңіздер болады.